Баршаңызға ассалаумағалейкум, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге дәмі магазиннен де асып кететін кожик жасаймыз. Кожикті жасау көп затты және көп күшті қажет етпейді, өте оңай жасалады. Барлық құрамын описанияға қалдырамын. Видеоны бастамай жатып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Алдымен ыдысымызға айранымызды құямыз. Оның үстіне 1 шай қасық қопсытқыш пен 1 шай қасық сода қосамыз. Және араластырып, оны көпіртеміз. Үстіне шекерімізді салып, тағы да араластырамыз. Өлшенген сұйық майымызды және жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырамыз. Електен өткізілген ұнды қосып, жұмсақ қамыр илеп шығамыз. Қамырды орташа қалыңдықта жаямыз. Мен осындай домалақ форманы қолдандым. Осылай кесіп, тапамызға саламыз. Сіздер әртүрлі форманы қолдансаңыздар болады. Үйіңізде бар форманы қолданып, істеп көріңіздер. Алдын ала қызып тұрған пеште 200 градуста 20 минуттан пісіріп аламыз. Әдемі жұмсақ кожиктері дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.